Қазақ қоғамында ене мен келіннің арақатынасы ежелден маңызды тақырыптардың бірі болып келген. Бір жағында дәстүр мен тәрбиенің үлгісі саналатын ене тұрса, екінші жағында жаңа заманның тәлім-тәрбиесін бойына сіңірген өзіндік көзқарасы бар келін. Араларындағы түсінбеушілік кейде бүкіл отбасының берекесін қашырып, екі буын арасындағы кереғарлықты ушықтырып жібереді. Бұл хикаяда ене мен келіннің тартысы жай ғана отбасылық келіспеушілік емес, екі түрлі өмірлік ұстанымның, екі дәуірдің қақтығысы ретінде баяндалады. Жаңадан түскен келін. Айгүл қалада туып өскен, жоғары білімді, белсенді қыз. Университетті үздік бітіріп, үлкен мекемеде жұмыс істеп жүргенде Нұрбол есімді жігітпен танысып, аз уақыт ішінде бас қосып үйленеді. Нұрбол ауыл баласы, бірақ қалада тұрып жатқан. Той өткен соң, қазақы дәстүрмен Нұрболдың шешесі Гүлнәр апаның қолына келін болып түседі. Гүлнәр апа дәстүрге берік, көнеден келе жатқан салт дәстүрді бұлжытпай орындайтын, қаталдығымен танылған жан. Ол келіннің әр қадамын бақылап, тәртіп пен тәрбиеге сай болуын талап етеді. Ал Айгүл болса, еркін өскен, өз ойы мен еркіндігін жоғары қоятын жас келін. Оның түсінігінде келін болу өзін жоғалту емес, отбасына жаңа тыныс әкелу. Келін мен ене алғашында бір-біріне жылы шырай танытқанмен, күн өткен сайын ұсақ түйек дүниелер үлкен даудамай қауласатын. Таңғы шайға кеш шығу, дастарханға түрлі тағам салмау, үй ішіндегі тірлікте ененің айтқанын бұлжытпай орындамау секілді себептерден тартыс туа бастайды. Үндемеген күйі, ұрысқа толы үй. Айгүл мен Гүлнәр апаның арасындағы қарым-қатынас біртіндеп күрделене түсті. Екеуі де сырт көзге ештеңе байқатпаса да, үйдің ішіндегі салқын қабақ, ашулы үнсіздік біртіндеп үйдің берекесін қашырды. Келін шайды ішіп, ыдысты жуып, бәрін жасап жүргендей, бірақ бәрінде де жан жоқ. Ал ене әр сөзінен емеурін байқатып, кейде жақтырмаған жүзбен қарап сынап отырады. Бірде Гүлнәр апа Айгүлдің анасына телефон шалып, «Қызыңды дұрыс тәрбиелемепсің». Келін деген үлкеннің алдында иіліп сәлем беріп, сөзін екі етпеуші еді. Қазіргі келіндер бетімен кеткен деп ренішін ашық жеткізеді. Бұл әңгімені естіген Айгүлдің анасы қызына ақыл айтып, сәл сабырлы болуға кеңес береді. Бірақ Айгүл, «Анашым, мен енемнің құлы емеспін. Қызметші де емеспін. Қазір. Мен де адаммын, менің де арманым, еркім бар. Адамша сөйлеспей ме менімен?» деп назым білдіреді. Ал Нұрбол болса, әуелде анасы мен әйелінің арасында тепе-тең болуға тырысқан. Бірақ уақыт өте келе шаршай бастады. Бір жағы анасы, бар тапқанын баласына арнаған адам, екінші жағы әйелі, отбасын бірге құрып отырған жары. «Сен анама жақпайсың» деген бір ауыз сөзді айтудан тайынбайтын Нұрбол, енесінің әрбір өкпесін келінге айтып жеткізетінді шығарды. Бұл сөздер Айгүлдің көңілін түсіріп, жүрегіне жара сала берді. Үлкен жанжал. Ақиқат кімде? Бір күн Айгүл жұмыстан шаршап келіп ас үйге кірсе, Гүлнәр апа босаған сүт құтысын көріп ашуға булығып отыр екен. Не деген немқұрайлық? Бір үйде сүттей болмай ма? Келін деген түтіннің иесі, анасы. Үйге қарамасаң, сен неге келдің бұл үйге? Деп зілмен сөйлеп салды. Айгүл үндемей қалуды жөн көрді. Бірақ бұл үнсіздік енесін одан сайын ашуландырды. Екеуміз сөйлесе алмайтын болсақ, бұл үйде бірге өмір сүрудің қажеті не? Сол сәтте есіктен кірген Нұрбол бұл көрініске тап болып, бірден шешесін жақтады. «Мама дұрыс айтып отыр. Саған бір сүт әкеп қою қиын ба? Үйде шаруа жасамайсың, телефоныңнан бас алмайсың, жұмыс деп бәрін ұмыттың», деді ашуға булығып. Айгүл жылап тұрып, «Мен адам емес пе едім? Енемнен жылы сөз естімедім, сенен қорған таппадым. Осы үйге келін боп емес, тұтқын боп келгендей болдым», деп қолына сөмкесін алып төркін үйіне кетіп қалды. Күндер өтіп жатты. Айгүл біраз уақыт ата-анасының үйінде болды. Гүлнәр апада, Нұрбол да келіннің кеткенін сырт көзге байқатпағанымен іштей уайымдады. Үй ішінің тыныштығы бұзылды. Бір кезде бәрі бар, бірақ үйдің іші бос қалғандай сезілді. Ал Айгүл үшін бұл тынығу емес, өз-өзін қайта таныған, кімге, не үшін тұрмысқа шыққанын саралаған кезең болды.
Кешірім бе, кету ме? Айгүл төркінінде жүріп көп нәрсеге көз жеткізді. Ол күйеуіне де, енесіне де ренжулі еді. Бірақ бір жағы жас отбасының тағдыры, болашақтағы балалары, үйлену кезінде берген уәдесі, бәрі көңілінде тұр. Анасы: қызым, отбасы шыдам мен сабырдың мекені. Бірақ егер сенің жаның жаралы болса, бақытсыздықта өмір сүрме. Дегенмен ашумен шешім қабылдама. Араға бір үлкен кісі түссін деп кеңес береді. Сол арада ауылдағы абыройлы бір ақжаулықты әже, Гүлнәр апаның құрбысы, араға сөз салады. Барлығы бір дастархан басына жиналып, ашық әңгіме болады. Келінім, бәлкім мен де қатты кетіппін. Біз ескі заманның адамымыз. Сәлем салмасаң тәрбиесіз, қазан көтермесең жалқау деп ойлаймыз. Бірақ сенің де жаның бар, сен де адамсың. Кешір мені дейді Гүлнәр апа жанары жасқа толып. Айгүл де үнсіз отырып: мен де ашуға ерік беріп бірден кетіп қалғаныма өкінем. Бірақ мен отбасында өз орнымды, құрметімді сезінгім келеді. Жай ғана жұмыс істейтін келін емес, балаларыңыздың жары, үйдің қызы болғаным керек қой дейді, жылап. Нұрбол екеуінің ортасында отырып, басын шайқап: мен бәріңнен кешірім сұраймын. Еркек боп екі арада жөн таба алмадым. Енді қайталанбайды. Отбасымызды бірге құрайық дейді. Осы кеш бұзылуға жақын тұрған шаңырақтың қайта бекіген сәті болды. Түсіністікке бастар жол. Уақыт ең үлкен емші. Айгүл де, Гүлнәр апа да сол бір ашулы күндерді артта қалдырып сабырға келді. Бұрынғыдай емес, енді екеуі бір-бірінің сөзін бөліспей тыңдайтын болды. Айгүл үй шаруасына бұрынғыдан да ықыласпен араласып, енесінің ұнататын тағамдарын жасап үйренді. Ал Гүлнәр апа келіннің әрбір қадамын бақылаудың орнына енді қолдап, ақылмен жол көрсетіп отырды. Кейде шай үстінде өткеннің әңгімесі қозғалғанда: ол кезде бәріміз де қателестік. Жас едік, ашу үстем болды деп Гүлнәр апа күліп отырады. Айгүлде басын изеп: шыдам болмаса, шаңырақ шайқалатынын түсіндім. Отбасы тек махаббатпен емес, түсіністікпен сақталады екен дейді. Нұрбол мен Айгүлдің отбасында көп ұзамай шекесі торсықтай ұл дүниеге келді. Гүлнәр апа әжелік мейіріммен немересін бауырына басып, келініне алғысын күнде айтып отыратын болды. Осы күнге жеткеніме шүкір. Келін мен ене боп емес, ана мен қыздай сыйластық таптық дейді ол өз құрбыларына. Бұл хикая тек бір отбасының ғана емес, бүтін қоғамдағы келін мен ене арасындағы түйткілдердің көрінісі. Түсінбеушілік, ашу, өкпе бәрі де болады. Бірақ ең бастысы, әр тараптың жүрегінде ізгі ниет, сабыр мен кешірім болса, кез келген тартыстың түбі татуласуға келеді. Кінә кімнен? Деген сұраққа жауапты әр оқырман өз жүрегінен табады. Кейде кінә ешкімде емес, тек түсініспеушілікте.